Не, так. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Демократиялық партия. Есім Абзал Достияров, міне тікелей эфирдеміз. Мына Астана Алматы қаласының міне трассасының бойында. Біз қазір көлігіміз сынып тұрғанбыз мына жерде. Міне мынау Қарасай аудандық. Қазір көлігін көрсетейік. Борт нөмірі 065 03 13 05. Не үшін келдіңдер сендер? Айта беріңдер. Дейді, таныстырдың ба өздерін? Толық? Таныстырдым, несін, қызметтік куәлігін көрсетті ма? Екеуі де директорымыз дейді ғой. Директорымыз дейді, екеуі бір-біріне старший ма? Иә. Базар жоқ, құтты болсын. Не дейсіңдер? Бұлар айтады, машинаның сынып қалдыда көмектесейік деп, жаңашылық танытып. Ойбай. Мен жүре беріңдер деймін ғой. Жүре беріңдер, нормально бар. Бара беріңдер. Сендер не үшін келіп тұрғандарын білеміз ғой сендердің. Тұрған ау, бүкіл анау. Міне Қарасай аудандық полиция бөлімінің барлық автокөліктер мына жерде тұр. Ана жерде 4-еу, ана жерде 3-еу. Және ағаштың арасында 5-еу. Бұлардың барлықтары мына жерде фура отстой болады деп анау. Ақылы автожол бар ғой. Соған қарсы шыққан жүргізушілерге мына келген адамдарды тарату үшін тұр. Бізге де келіп тиісіп жатқан түрлері. Келген айтады, көмек керек па деп қояды. Көмек керек емес, сендер қашаннан бері сендер қамқорлық қалыңдар Назарбаев полициялары. Жаңа көмек келді ме деп тексеріп тұрған? Иә. Енді құжат сұрап отыр ма? Жоқ, мына машинаны тексермек та. Не үшін сен көлік тексермексің? Сен тыныш тұрған көлік тексере алмайсың. Не үшін тексересің? Егер жол көлік ережесін бұзбаса, не үшін тексеріп отыр? не үшін тексеріп тұрсың сен? Айқайлағанда мен конкретно айқайлаймын ғой. Дауысың осындай. Бар куәлік, не аласың? Көрсетпейді қандай көлікті. Біз тыныш тұрған адамбыз. Біз өзімізбен тұрмыз, көрсетпейміз көлікті. Бүкіл Қарасайдың адамның бәрі шақыры бар. Мен өзім тұрмын. Көрсетемін ба көрсетпеймін ба? Рахмет, жүре бер. Жоқ деп айттық қой саған, кетіп қалсайшы болды ғой. Өзім дауысым сондай менге. Мен саған алдап сүмірейіп сөйлеуім керекпін ба? Дауысым осындай, мен далада тұрмын мен. Мына жерде трассаның бойы мына жердің бәрі. Жаңа таныстырмын саған Абзал Достияров. Атыңыз кім болады? Абзал Достияров, жаңа айттым ғой жаңа. Не істейсің мен аты жөнім, сен аған керек емес. Мен өзім трассаның бойында тұрмын, айғайламасам дауысым естілмейді менің. Немене сен айғайлама. Сен мен даусымның громкісін, үлкендігін, төмендігін бақылайсың ба не? Сабырлық болғанда сен неге айттық қой сендерге көмек керек емес кетіп қалыңдар деп. Тұрғандары қанша уақыт болды уже? Сен мен тағы айтамын саған. Мен даусымды сен реттемей-ақ қой. Жоғарысың дейсің, білдің ба? Сен мен бар, біз интернеттен барып қарап ал сен. Мен сендерде қорқатын адамдар емеспін. Назарбаевтан қорықпаймын мен даже. Немене айтып тұрсың сен? Сабыр сақта деп. Просто осындай сендер Назарбаевтың жендеттерін көргенде просто қаным басыма шабады ма? Олар ойлап тұрған шығар сен қорқып тұр деп. Міне, ешқандай да көліктің куәлігі көрсетілмейді сендерге. Бірінші өтірік көмек сұрақ па деп қояды еще. Ендіге міне құжатын сұрап жатырмын. Давайте кетіп қалыңдар мына жерден. Бұл біздің жер. Қазақтың жері, қазақтың азаматтарының жері. Қай жерде тұрамыз, өзіміз білеміз. Машиналар бұзылып тұрған сот не? Бұзылып тұрған жоқ, жүре берші болды, рахмет. Не аласың, бұзылып тұрма, бұзылып тұрған жоқ, мен тұрмын, болып тұрмын келуші. Өзіміз білеміз оны. Не аласың? Енді не аласың? Болды ғой, жауап бердік қой, кетіп қалсайшы бол, жұмысың істесе бар. Қанша жерде ұрлық болып жатыр жақта барына. Жүре берші болды. Жаңа көлікті құжатын сұрадың ғой сен жаңа. Бәрі нормально. Үш рет айттым. Үш рет айттым мен саған жай. 10 рет сұрадым ғой, 10 рет. Жоқ, есте сақтап қалып едім, насар ма? Есте сақтап, не аласың мен не дейсің? Таныстырды Абзал Достияров. Демократиялық партия бар. Міне Назарбаевтың полициялары. Мына жерде, ана жерде міне бәрі қаптап жүр міне. Бүкіл енді Алматы облысы Қарасай ауданының полицияларының барлығы осы жерде міне. Анау бостың ары жағында тұр 4-еуі. Мына жағында тұр. Міне мыналар. Әдейі осы жерде көліктер тұрғызбас үшін барлығын әрекет жасап жатыр міне. Не? Нең бар сенде? Не? Ассалаумағалейкум. Кім білесіз, кім боласыздар? Кім боласыздар? Фуралар өзі тұрады ма? Тоқтаған көліктердің бәрін қубақшы мына Назарбаевтың полициялары. Мына жерде негізі бүгін
Назарбаев билігінің жолдарды ақылы қылуына қарсылық ретінде фуралар, үлкен жүк көліктері тоқтау керек болатын. Ана ағаштың артасына көріп тұрсыздар, соның артында тағы да 4-5 машина тұр. Және ана жақта 4-5 машина тұр. Мына жерде міне 5-6. Қысқасы Алматы облысы Қарасай аудандық полиция бөлімінің барлығы осы жерде. Тек қана ойлаймын, мен тек қана бұл Қарасай ауданы ғана емес, облыстан да келді деп есептеймін. Өйткені өте көп полиция қызметкерлері мына жерге халық жиналады дегенді естіген. Жаңа келіп бізге келіп тиісті. Құжатымыз тұрады, одан кейін жаңағы көліктің сынғаны ба деп қамқорлық танытпақшы болды. Бәрі қашып кетті ғой? Бәрі қашып кетті ғой. Мына жерге ешқандай көліктер тоқтатпай жатыр. Бізден басқа көліктердің барлықтарын қуып жіберді. Жүргізушілерді қолдауға келген барлықтарын шошытып қуып. Және арғы жақта біраз көліктерді ұстап тұр. Осы қолдауға келген. Эфирге жаңа қосқан ағайындарға айтайын. Осы жерде мынау Қаскелең мостының астында, көпірдің астында, мына жердің барлықтарында жүк көліктері бүгін тұру керек болған, және жүк көліктеріне қолдау көрсеткен алматылық ағайындар келу керек болған. Мынау олардың талаптары жүк көліктерінің жолдың ақылы болуына, яғни үлкен жүк көліктері жүретін жолға ақылы болуына қарсылық болатын. Міне бүкіл полиция осы жерге қаптап жүр. Да, пожалуйста, ВСП. Міне, Алматы облысы полиция басқармасының басшылары да барлықтар осы жерде жүр. Мен ойлаған тек қана Қарасай ауданы ғана деп. Негіз бұл жерге Талдықораннан облыстан да келді деп есептейміз. Бүгін осы жерде жүк көліктердің наразылықтары болуға тиіс еді. Бірақ мына азаматты міне қаншама полиция көліктері халықты мына жерге тоқтатпай қудалап жатыр. Жаңа бізге келіп бірінші көліктерің сынып қалды ма деп қамқорлық танытқан болды. Одан кейін көлігіміздің құжатын сұрады. Одан кейін кетіп қалуға мәжбүр болды, бірақ қаншама көліктерді осылар қудалап жатыр. Ана талдың ар жағында 5-6 көлік бар. Анау біреу тұр, мынау біреу тұр. Және жолдың ар жағында міне мыналар тұр міне. Қазақстанның басқа өңірінде қаншама ұрлық болып жатыр. Қаншама қылмыс болып жатыр. Мыналар сол жүк көлігінің жүргізушілерімен арпалысып жүр. Не істеп жүрсіңдер? Қашпаңдар, ей! Қашпа! Тоқта, Тұрғынбаев адамдар, не жүрсіңдер? Мына жерде бәріңіз неге сұрап жүрсіздер? Неғып тұрсыздар? Мына жерде неге көліктің барлығы осы жерде тұр? Жоқ, түсіндіріңіз. Жоқ, сіз өзіңіз таныстырыңызшы. Участковый, оформи ему. Берге, оформи, видишь что? Жоқ, міне демократиялық партия. Осы жерде міне. Соққан жоқ ешқандай нәрсе. Ана көріп тұр, видеокамерамен түсіріп тұрмын. Соққан жоқ, тоқта деп айтты, тоқта деп айтты. Міне, кім өзі таныстыр сөзіңді міне. Бәлез деп тұр мыналар міне. Таныстырып айт, неге мына үшін жерде көліктер тұр? Бізге келіп тиісіп жатыр, неге келіп тиісіп жатыр? Эфир бар, тікелей эфир. Жоқ, сіз өзіңіз таныстырып тұрсызшы, кім боласыз? Жоқ, мен далада тұрмын. Жоқ, мен қоғамдық орында емеспін. Жоқ, айтыңызшы, кім боласыз? Неге мына жерде адамдар мысалы бізге көліктерге тиісіп жатыр? Жаңа келді ғана ВАЗ көлігімен келіп тиісті бізге. Ана жерге тиісті. Мен эфирде тұр ғой. Эфирде тұр, анау тұр. Иә. Сіздің көлігіңізге ешкім тиіскен жоқ. Жоқ, эфирде бар ғой, жаңа келіп тиісіп кетті ғой бізге қанша уақыт. Неге тұр? Айтып бересіз бе өзіңіз енді? Тоқтай тұршы. Жоқ, тоқтай тұршы. Түсіндіріп жеңізші өзіңіз. Мына жерде көліктер неге тұр енді қызмет? Қазіргі кезде біз мына жерде. Отработка жүріп жатыр. Қандай мақсатпен? Отработка.
жол қауіпсіздігі бойынша. Оған сіздердің қағаздарыңыз болу керек қой, қағаз бар, таңертеңгісін көрдіңіз ғой, жол апаты болды. Мына жерде әйел қасып кетті, мына жерде 3 адам қайтыс болды. Жоқ, енді қараңызшы, ол туралы сізде қағаз жүзінде сізде бұйрық болу керек. Көрсетіңізші, өйткені Қазақстан азаматы ретінде мен сізден мәдениетті түрде сұрап тұрмын. Иә, мына жерде өйткені ана жақта жалпы осы жерде бас аяғы 20 шақты көлік тұр полиция қызметкерлері. Әңгіме айтпа аған. Сіз оны бір ауыз қағаз көрсетсеңіз бізге. Болды. Сіз қазір тұрмыз. Осы тұрмыз. Қағаз алып көрсетіңіз. Мысалы жаңағыдай бәле жаппаңыздар, машинаны ұрды деп бар ғой. Ондай нәрсе ұят болады. Бәле жаппаңыздар. Бәле жаппаңыздар ондай нәрсе. Жоқ, қағаз көрсетеміз деді ғой. Қағаз көрсетеміз деп айттыңыз ғой. Қағаз көрсетіңіз енді. Мына жерде отработка. Сіз демеймін мен. Мен туылғанда қара. Мен тоқта. Сен мемлекет қызметкері ретінде сөйлейсің. Маған десең жүз жаса. Маған десең жүз жаса. Я мыңға келмейсің маған десең. Сенсің ба? Сенсің болды. Сенсің. Сіздер сөйлеңіз. Сенсің. Сіздер сөйлеңіз. Қара, мен сен деп сөйлеймін. Сен мемлекет қызметкері ретінде сіздер сөйлейсің. Сендер жаңа өзен тұрған қарабетсіңдер, болды ма? Мен түсінігімше сендер қарабетсіңдер. Ал мен қарабеттерге сіздер сөйлеймін. Жа, құжатты өтсеңізші. Мына жерде айттыңыз ғой, құжат. Күтеміз осы жерде. Қалай сен өзің өзіңе құжат? Тұршы. Немене сен мен сөз қанды жалғасасың? Мен постоянно осылай істейсің. Осы жерде күтеміз міне. Міне, номер осындай көлік қазір. Артан түсіріп аламын мен. Қарап алыңыздар нөмірін. Міне осы жерде. Күтеміз. Қазір осы жерде арнайы алып келем деді қағазын. Осы жерде тұру керектігі туралы. Қағаз жүзінде бар деп айтады. Бірақ басшысының қолында жоқ, бірден алып келем дейді. Ол әрінде біз түсеміз, қайтып келмейді мына жерге олар. Мен машина ұрып майыстырып. Не болды, қайсы шақырасыздар? Жаңа терпилалар қайда? Терпиламенттер қайда машинаны ұрып жатқан? Терпиласыңдар ғой. Сол сұрақты сол кісілердің өздеріне қойсыздар. Қашып кетті ғой. Қандай да бір көмек керек па? Қашып кетті ғой. Қандай да бір көмек. Ой, жоқ сендерде көмек. Абай мен оформить етсіңдерші енді. Оформить етсіңдер. Жаңа айттыңдар ғой, машинаны ұрды деп сен оформить етемін дедіңдер ғой. Жүріп келдіңдер ғой. Бәрің тапа-тармағай. Сізге көмек керек па? Міне арғы жақта қанша көліктер тұр міне. Қазақстан азаматы болсаңыз көмек керек емес болса мен өзім Міне мына жерде полиция қызметкерлері бізге көлігімді ұрдың деп жала жаппақшы болды, бірақ ешқандай дәлел жоқ. Өйткені видео жоқ ол жерде. Өйткені біз олардың көлігін ұрған жоқпыз. Тоқта деп белгі бергеніміз үшін бізді оформить етеміз деді. Маскаларың жоқ деп оформить етеміз деді, бірақ біз дала тұрғандықтан маска кимейміз мына жерде. Қасқа деген артымен сүңгейді деген әңгіме ғой. Қайда қашып кетті ғой полицияның бәрі. Назарбаевтың полициясы міне бәрі безіп кетті. Бірінші қатардағысы келген, одан кейін басшысы келген. Міне қолдарынан түк келмейді. Қазір Алматы облысының қанша жерінде қылмыс болып жатыр, ұрлық болып жатыр. Міне бүкіл полиция осы жерде жүр. Қашақ қайда қашақ? Полковнигна. Целый полковник. Атымен тастап береді екен да бұл басқа жаққа. Көрсет десең қазір алып келемін. Өтірік қой, мен сен тұрған жоқпын. Бұларда ешқандай құжат жоқ. Ағайын, пока әзірге эфирді сөндіре тұрамыз. Қазір күтеміз. Мүмкін қолдаушы халықтар келе ма? Әзірге енді жүк көліктері жоқ, мына жерде адамдар тұрғызбай жатыр. Анау тұрған бір көлік ол тек біздің көлік. Мына жерге көліктер тұрғызбай жатыр, міне полиция қызметкерлері. Ана жақтан бастап. Онда эфирді сөндіре тұрамыз және бірақ осы жерде боламыз.